Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте нәзік болып шығатын, құрамы қарапайым заттардан тұратын кекс дайындайтын боламыз. Бүгін маған Аиша деген қызым көмектеседі. Бізбен бірге болыңыздар. Бізге кексті дайындауға қант, сүт, ерітілген сары май, 2 жұмыртқа, ас содасы және де ұн қажет болады. Ең бірінші жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға жарып аламыз. Одан кейін үстіне қантымызды салатын боламыз. Егер тәттіні қатты ұнатпасаңыздар, қанттың мөлшерін кішкене азайтсаңыздар болады. Кекске керекті заттардың мөлшерін барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді жылы сүтімізді құямыз, бөлме температурасындағы. Жақсылап араластырамыз қантымыз ерігенше. Одан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 шай қасық толмаған ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біртіндеп үстіне ұнын салып, жақсылап араластырып отырамыз. Бізде массамыз қою болып шығу керек, сұйық болып қалмау керек. Менде шамамен 220-300 грамм ұн кетеді. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен категориянікі болса, онда кішкене ұнды көбірек салу керек боласыздар. Осылай ұнды шетінен салып араластырып отырамыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, егер біздің рецепттеріміз ұнап жатса, поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай қою болып шығу керек. Менде осындай силикон формочкалар қатты толтырмай жарты-жарты қылып саламыз. Өйткені ол көтерілген кезінде сыртына шығып кетуі мүмкін. Сол себепті тек жарты қылып құямыз. Менде 1 порция кекстен 17 тал шығады. Қазір мен жасап жатқан 1 порция. Міне кекстеріміз дайын. Енді 200 градуста қызып тұрған пешімізге 20 минутқа салып алатын боламыз. Міне осындай өте нәзік әдемі кекстеріміз дайын болды. Бізбен болғандарыңызға рахмет.